Қайырлы күн, достар. Бүгін завтрак дайындайтын боламыз. Ол үшін бір стакан сүтті алдын ала бөлек ыдысқа қайнатып аламыз. Каша дайындайтын ыдысымызға суды қайнатамыз. Қантты салып жіберіп, екеуін жақсылап араластырып алып, бетіне кашамызды саламыз. Яғни бұл Четерезлаков сардың хлопесі. Араластырып тұрамыз. Суымыз тартылып, кішкене қоюлана бастағанда бетіне қайнап тұрған сүтімізді құйып жібереміз. Астын басып ұстап, кашамыз қоюланғанша пісіре береміз. Арасында араластырып тұрасыздар. Өте дәмді, тойымды таңғы ас. Егер менің каналым ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Міндетті түрде кашаны жасап көріңіздер. Егер балаларыңыз кашаны сүйсініп жесін десеңіз, әртүрлі бетін әрлеп беруге болады. Мысалы мен банан мен морозкіде қатырылған малинаны салып дайындап бердім балаларға. Әркім қалауынша дайындауға болады. Ас болсын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Балаларыңызды қуантып жүріңіздер.